Сәлем достар, сіздермен Олжан Жұмабайқызы. Біз бүгін палау жасайтын боламыз. Егер сіздерде палауларыңыз қатты майлы болып, күріші езіліп кететін болса, менің осы әдісіммен жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Май қызғанша біз пияздарымызды турап аламыз. Бұл жерде қажетті заттарды алдын ала барлығын тураудың қажеті жоқ. Тек сыртқы қабығын ашып, жуып тазалап дайындап аламыз. Біз арасында қуырылып жатқанда бұл заттарымызды турап үлгеретін уақытымыз болады. Сол үшін уақытты үнемдеп, бірден отқа майды қойып бастап кетеміз. Міне майымыз қызды, енді үстіне пиязымызды саламыз. Біздің пиязымыз алтын түстес болып қызарып қуырылу қажет. Біз пиязымыз қызарып қуырылғанша етімізді тураймыз. Мен бұл жерде етті барлығын майдалап осылай турап аламын. Әрине ол өз қалауыңызша, бірақ мен осылай барлығын турап қосқанды ұнатамын. Кейін палау піскенде етімді бөлек турап жүрмес үшін. Міне біздің пиязымыз алтын түстес болып қызарды. Енді осының үстіне етімізді саламыз. Бұл жерде кез келген етті қолдана берсеңіздер болады. Менде жылғының еті. Егер сіздің етіңіз тұздалмаған болса, осы жерде 2 шай қасық тұз салып жібереміз. Біздің етіміз қызарып қуырылғанша біз жуып тазаланған сәбізімізді турап аламыз. Мен бұрын палауды дұрыс істей алмайтынмын, қатты майлы қылып, күріші езіліп кететін. Осы әдісті мен үйреніп алдым да, одан кейін менің палауымды барлығы сүйсініп жейтін болды. Егер сіздерде де солай дұрыс шықпай жүрген болса, осы әдіспен пісіріп көріңіздер. Сәбізді турап жатып, арасында етімізді бір қозғап қоюды ұмытпаңыздар. Міне біз сәбізіміздің барлығын турап біттік. Етіміз де біздің қызарып қуырылды. Енді оның үстіне сәбізімізді саламыз. Араластырып, кішкене қуырамыз. Біздің сәбізіміз тәтті болғандықтан, бұл тамаққа кішкене тәтті дәм береді. Сол үшін біз кішкене тағы да жарты шай қасық тұз салып жібереміз. Сәбізімізді ұзақ қуырудың қажеті жоқ. 2-3 минут қуырсаңыз жеткілікті. Одан соң жарты литр салқын суымызды құямыз. Мен бұл жерде жарты килограмм күрішке жасап жатырмын. Барлық қосып жатқан қоспаның құрамын төменде жазып кететін боламын, сондықтан қарасаңыздар болады. Және бір бас сарымсақты осылай жуып тазалап ортасына саламыз. Қайнағаннан кейін баяу отқа қойып, бетін жауып 30 минут осы суда пісіреміз. Біздің етіміз толық пісу керек. Жарты килограмм күрішімізді жуып тазалап аламыз. Одан соң оның үстіне су құйып, осы суда 30 минут ұстаймыз. Міне 30 минутымыз өтті. Біздің күрішіміз осылай ісініп шығады. Артық суын төгіп алып тастаймыз. Енді осына күрішімізді саламыз қазанға. Бұл жерде сарымсақты кішкене уақытша ала тұрамыз. Және оттың астын күшейтеміз барынша. Содан соң күрішімізді бетіне осылай қасықтап, жайып салып шығамыз. Түбінде күріштердің барлығын осылай қолыммен салып шықтым. Енді суы тартылғанша осылай қатты отта ұстайтын боламыз. Міне палаудың ең маңызды жері осы жерде. Суы тартылғаннан кейін кішкене қасықпен осылай ортасын ашып жібереміз. Толықтай суы тартылу қажет. Міне кішкене су тартылды. Енді 2 шай қасықтай осындай зира қосамыз. Алдымен осылай қолымызға үйкеп жібереміз. Сонда бізге палауымызға өте күшті дәм береді.
ортасын кішкене осылай ашып алып, бағанағы сарымсағымызды салып, осыны енді күрішпен көміп шығамыз. Дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Енді бетін тәрелкемен жауып, қазанның бетін жауып, отты барынша төменіне қойып, осы баяу отта 30 минут ұстаймыз. Міне біздің палауымыз дайын болды. Тәрелкемізді аламыз. Және бағана көмген сарымсағымызды бірінші алып аламыз бөлек. Менде сарымсағым осылай кішкене бөлініп қалды. Қалған бөлігін бәрін алып тастадым. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Өйткені түбінде бізде ет пен сәбіз. Соны осылай барлық жеріне күрішпен жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығады, майлы емес, күрішіміз езілмей. Осы әдіспен пісіруге кеңес беремін. Енді палауымызды тәрелкемізге салып ұсына береміз. Мен бұрын палауды дұрыс жасай алмайтынмын, қатты майлы қылып қоятынмын, немесе күрішім езіліп кететін. Осы әдіспен пісіргелі жолдасым да енем де сүйсініп жейтін болды. Видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.